Тек бір жұмыртқамен пирог пісіру үшін қарапайым және жылдам рецептіні ұсынғым келеді. Бұл пирогтың қамыры жұмсақ әрі дәмді болады. Егер видео ұнаса, лайк қойып, каналға жазылыңыз. Өз ойларыңызды және қандай рецепттер көргіңіз келетінін комменттерге жазып қалдырыңыз. Алдымен бір жұмыртқаны салып және 150 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Және 200 грамм жылы сүт қажет. Араластырамыз. 3 қасық сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігіде ұнды салып, жай-жайдан салып, сұйық емес, орташа масса шығарамыз және бір разликедегі салып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырамыз және қалыпқа осындай қағазымызды салып, осындай пісіру формасына қамырымызды қалыпқа құямыз. Пирогты алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минутқа қойып пісіреміз. Пирогты пештен алып, сәл суытып, кесіп, үстіне қант ұнтағын себуге болады. Баршаңызға ас болсын.